Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге өте дәмді, тойымды әрі пайдалы сорпа рецептін көрсетемін. Бұл ноқат сорпасы өте қою сорпа. Сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет дәмді болып шығады. Қазанға өзіміз қалаған етімізді саламыз, үстіне салқын су құйып, отқа құямыз. Дәмі ерекше болсын десеңіз, аздап қойды майында қосуға болады. Қайнаған кезде көбігін алып тастаймыз. Түнде суға ноқатты қойып қойдым. Қайнаған соң ноқатты саламыз. Ноқат пен етті баяу отта пісіріп, сол уақытта қалған көкөністерді турап дайындаймыз. Пияз, болгар бұрышы, қызанақ, картоп барлығын кезекпен сорпаға қосамыз. Нәтижесінде қою дәмді нағыз тойымды сорпа дайын болды. Мұндай сорпа әсіресе салқын күндері таптырмайды. Осындай қарапайым әрі дәмді рецептер ұнаса, арнама тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын.